Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз галактикалардың морфологиясы немесе галактикалардың Хаббл бойынша классификациясы болып табылады. Галактикалардың Хаббл бойынша классификациясын мынандай түрлерге бөліп атасақ болады екен. Олар эллипсті галактикалар, олар шиыршықты галактикалар, олар линза тәріздес галактикалар және дұрыс емес немесе бұрыс пішінді галактикалар. Хабблдың галактикалардың классификациясы бұлай болып көрінеді екен. Салайық. Мені біз көріп тұрғандай, Хабблдың классификациясы бұлай болып табылады екен. Бұл жердегі мына бір аймақта ол эллипсті галактикалар болып табылады. Ал мынау шиыршықты галактикалар, мынау линза тәріздес галактикалар болса, ең соңында тұрған бұрыс галактикалар болып табылады екен. Хабблдың классификациясы бойынша эллипсті галактикалардың 7 түрі болады. Олар сфералық симметриялыдан басталады, оның сығылғандығы үлкейген сайын түрлерді өсе бастайды. Ең қатты сығылған түрі Е7 болып табылады. Одан кейінгі түрі оның эллипсті галактикадан шиыршықты галактикаға ауысу моменті, олар бізде линза тәріздес галактикалар болады. Одан кейін екі шиыршықты галактикалар пайда болады. Олардың біріншісі кәдімгі шиыршықты галактикалар, ал екіншісі ол тармақты немесе жолақты деп атасақ болады. Мынандай бір центрінен екі жаққа қарай бірінші жолақ жүреді, содан кейін ғана олардың жеңдері пайда бола бастайды. Мынау айтып отырғанымыз ол галактикалардың жеңдері болады, және біз қазір үстінен қарап тұрмыз деп есептесек болады екен. Сонымен біз зерттеген галактикалардың, яғни біз білетін галактикалардың түрлері қайсысы қанша пайызды алатынын қарап өтейік. Олардың шиыршықты 50%, эллипстік 25%, линза тәрізді 20%, бұрыс пішінді галактикалар 5%-ды құрайды екен. Көбіне бұрыс пішінді галактикалар олар ергежейлі галактикалар болып табылады, және ондай галактикалар кәдімгі шынайы дәу галактикалардың серіктері болып табылады екен. Яғни былай алатын болсақ, мынандай бір галактика бар деп есептейтін болсақ, және осының серіктері болады, ол мынандай серіктері қасында айналып жүретін белгілі бір бұрыс пішінді болады екен. Бұрыс пішіндігінің себептерінің бірі ол мынау галактикадан әсер ететін гравитациялық күшке байланысты ол өз пішінін жоғалтып жатыр деген тұжырым бар екен. Айта кету керек, біз тұратын галактика ол шиыршықты галактика болып табылады, және оны біздер құс жолы галактикасы деп атаймыз. Және құс жолы галактикасының жоғары үстінен қараған уақытта және бүйірінен қараған уақытта олардың пішіні түрі қандай болатынын сызып кетейік. Негізгі барлық галактикалардың центрінде аса массалы қара құрдым бар деп есептелінеді, және шиыршықты галактиканың да центрінде бар деп есептелінеді. Және одан екі жаққа қарай жеңдері шығатын болады, сол жеңдер айналып шиыршық тәріздес болып тұрады екен. Және осындай шиыршықты галактиканың радиусының 3-тен 2 бөлігінде, мынандай бір жерінде күн орналасқан болып табылады екен. Және осындай галактиканы бүйірінен қарағанда қандай болатынын бейнелеп кетейік. Мына бір галактиканың бүйірінен қараған уақытта бейнесі осылай болып тұрады екен. Оларды жанынан қараған уақытта атап өтетін болсақ, оның центрі және былай тұрған дискісі және мына бір аймақ қампаюы болып табылады, және оны қоршап жатқан гало болады, және оны да қоршап жатқан тәж болып табылады екен. Айтып кеткендей, барлық галактикалардың центрлерінде аса массалы қара құрдымдар орналасады екен. Ал мына бір аймақты балдыш дейді, ол қампаю аймағы болады, және радиусының 3-тен 2 бөлігінде күн орналасып тұр, ал жалпы мынаны дискісі деп атайды екен. Оны қоршап жатқан гало болады екен. Енді айтып кету керек, шиыршықты галактикалардың дискісінде, яғни мына бір аймағында өте жас жұлдыздар өмір сүреді екен. Ондай жұлдыздар себебі шаң тозаңды бұлттың бәрі осы дискіде орналасқан, және жұлдыздардың пайда болу процестері де осы дискінің бойында жүріп жатады екен. Және осы дискіден кейін олардың өмір сүру барысында
ары қарай галлоға қарай немесе одан кейін тәжге қарай ауысады екен. Айта кету керек, галлода көбіне кәрі жұлдыздар, яғни қызыл алыптар өмір сүреді, ал тәжде суыған объектілер болады. Мүмкін қызыл ергежейлілер өте көп және қызыл алыптарда кездесуі мүмкін. Алайда ондай объектілерді біз оптикалық диапазонда бақылау қиын болып табылады дағы, оны радио диапазонда жақсы бақылайтын болып табылады екен. Осылайша біз Хабблдың галактикаларға классификациясына кішігірім тоқталдық және біздің құс жолы галактикасының екі жағынан қарауы бойынша шолу жасап кеттік. Назарларыңыз үшін рахмет.